Саламатсыздар ма, оқушылар, қалайсыздар? Арттағы оқушылар көрінбей жатыр ма? Дауысы ма? Жақсы, отыра беріңіздер. Кезекші кім екен? Отыра беріңіздер. Кезекші дейді. Кезекшіміз қайтып кеткен жаңағы. Орында басқа кезекші бар шығар? Дауысы. Ағай даусыңыз қатты шығарып сөйлеңізші. Естілмей жатыр ма? Сен болып отыра ғой бұл. Кезекші кім екен? Өтілген тақырып, үйге берілген тапсырма. Астына. Үйге қандай тақырып берілді? 48-ге 11 мен 12-ның қалғандарын берілген. Қалғандар емес, бірінші. Үшке дейін шығарды. 48-де қанша? Үй тапсырмасын бір көріп шығыңыз, Шафи. Ағай даусыңызды қатты шығарып сөйлеңіз. Неге мен барынша сөйлеп отырмын? Сіздерден шығар, естімей тұрған. Повторите, пожалуйста. Сколько алгоритмов вы. Ағай. Менің дауысым естілмей жатыр ма сіздерге? Так, жарайды. Сіздерге сабағымыз бастамастан бұрын есеп берейін. Бірінші есеп. 3, 5, 9, 17, 33. Мына жерде x деген сан бар, мына жерде y деген сан бар. X пен y-дің қосындысын x пен y-дің азайтындысына бөліп тастау керек. Ал, айта беріңіздер, вариант. X қаншаға тең? X қаншаға тең, Y қаншаға тең? Сіздер ноутбуктен қосып отырсыздар ма шейін? Ноутбуктен дауысым естілмей жатса, ноутбукты жақын қойыңыздар онда алдарыңызға. Повторите, пожалуйста. Айталаңызшы, ағай. Мына жерде мына тізбек берілген. Мыналардың қосындысын мынаны орындау керек. Тақтадан көрінбей ма сіздерге? Дауыс естілмей тұр ғой. Жансаяпқа колонка қоссаңызшы болмаса. Колонка бар ма? Қазір
Анау Колонка жоқ ағай бізде. менің интерактив тақтан колонкасы болу керек қой. Бізде колонка жоқ. Мына жерде x пен y табу керек бізге. Алпыс бес, иә. X-тен 65-ке, Y-тен 129-ға. Бақ. Осылай шықты ғой. Так, көрейік. Мынаған X плюс 2 қосылған. 65 плюс 29. Мынаған 4 қосылған, дұрыс па? Мынаған 8 қосылған. Мынаған 16 қосылған. Мынаған 32 қосылған. Мынаған 64 қосылған, иә? Сонда. Так, мынаны өшіп жазылайын. 33 қосылған 32 тең 65. 65 қосылған 64 тең 129. Сонда x плюс y Көбін айтқан. бөлімінде x минус y. 65-ке 129 қосамыз. 65-ке 129 азайтамыз. Азайтқанда 164. Ойбай, 164. Бөлгенде бөлеміз. Здравствуйте. Бөлгенде дағы бөле салсақ болады. Наверное, 3 да? 3 па? 3 болу керек, наверное. Детке ал. Осындай шықты ма? Жақсы, келесі деп. Қырық алтыншы мүшесін табу керек. Қырық алтыншы орында тұрған қандай сан? Не var? Он без главного. Не болып жатыр қыздар? Қазір де қиын.
Шықты менде. Значит, 10. 10 болады, иә? 10 ағай, 10 болады. Керемет. 10 көрініс. Енді қарайық, мына жерде біреу 10. Бұндай есептеудің оңай жолын сіздерге айта салайын. Мынадан біреу, мынадан екеу, мынадан үшеу, мынадан төртеу, мынадан бесеу. Дұрыс па? Ана қолында самолет бар, соны келді, кітапқа жаз. Сонда мына сандарды қосамыз. Қосамыз, иә. 6-ны қосамыз, 6-дан 7-тен 7, 8-тен 8. Иә, мысалы. Дауысы не болды? Стрелка ғой енді. 9-дан 9, 10-нан 10. Енді қарайық. 7-ні қосамыз. 8, 9, 10-шыны қосамыз. Қайсысы? Есептің жолы түсінікті болды ма? Мына есептің жолы. Біріншісін алмай тұр бізге. Біріншісіне, екіншісінің біріншісіне қосамыз. Мама? Жоқ ма? Тодады ба? Жоқ, емес. Төмен. Мама? Біріншісіне. Сөйлеңізші ағай. Енді. Ең мағыналы. Аха. Мына есептің шығару жолы түсінікті болды ма? 1-ден 1, 2-ден 2, 3-ден 3, 4-ден 4, Иә. Оның шарты ғой. 5-тен 5, 6-тан 6, 7-тен 7, 8-ден 8, 9-дан 9, 10-нан 10. Енді мына 9-ға дейін сандардың қосындысы бізде бәрі 46-ға жетпейді. Сонда 10-ды қосамыз. 46 мүшесі шығады екен. Енді сіздерге бір үшінші есепті көрсетейін. Сонымен сабағымызды бастаймыз. Так. Сұрақ белгісінің орнында сан табу керек. Қанша болады? Арттағы жігіттер айтсыншы, мына есептің жауабы. Есеп көріп тұрған жоқ па? Неге көрініп тұрған жоқ? Мен Дәл үшінші астыға түсірсеңіз. есеп жаздым ғой. 1 мен 2 жазған. 1 мен 2 ғана көріп тұр ғой бізге. Сәл бас ғана көріп тұр. Енді ол сіздердің интернетте, интерактив тақтадан шығар, может. Мен үшінші есептің жерге жазайын мақұл. Ай, сәл түсірсеңізші. Жоқ, айналдырып Менде түспейді, ол түспейді менде. Сіздердікі интерактив тақталарыңыз жаман жоғары қарап қалған. Өлі. Жоқ, ай, біздікі нағыз değil. Biz notebook'pen қарап отырмыз. Notebook'pen қарап отырмыз. Қанша болады сұрақ белгісі? Пять, 128. Бірінші Жоқ, дұрыс емес. ба? Дұрыс емес. Қанша? 125. 125. Қалай шықты? Так, 1-ге 2 қоссаң 3, 3-тің 3 дәрежесі. Ағай 1-ге 3-тің 3 дәрежесі 27. 2-2 5-5-тің 5 дәрежесі 125 болады. Жақсы, керемет. Ал дәптерлеріңізге жылдамдап жазып алыңыздар, сонымен тақырыпқа байланысты есептерді шығарыңыздар. Тақтан жазып алайық. Иә. Өшіре берейін бе онда? Жоқ.
Кісіге звондап отыр. Кімге звондап отыр? Менің бұрынғы телефонымда бірінші жатыр. Телефонымда білмей ма? Честно, бұрынғы не өтеш? Болды ғали. Жақсы. Так, сіздер алдыңғы сабақта, яғни функцияның экстремум нүктелерін өткенсіздер. Сандық нүктелері, экстремумдары деген, иә? Иә, біз өттік. Кетті, мен кетіп жіберіп тағы да неге салып қойған кетті. Кімге ұстаз? Тамам бірге кімге. Так, функцияның сандық нүктелері және экстремумдар. Енді сіздерге сұрақ, функцияның сандық нүктелері дегеніміз не екен жалпы? Жекстрім бақылды ағай. Сындық дегенді өткен жоқ. Өтіпті ғой. Кризис деп әте ағай. Бұл емес кризис деп айтпайды. Сындық деп өткен жоқ. Иә, сындық деп аталады. Айттым ғой мен. Керек. Кризис керек. Сандық нүктелер дегеніміз не екен? Кризистік нүкте ғой ағай. Ал енді сол кризистік нүкте дегеніміз не екен? Функцияны анықталу облысынан алынған нүктелерде туындысы нөлге тең немесе туындысы болмаса, онда ол нүктелер бірінші туындының сындық нүктелері болып табылады. Значит, Экстрем нүктесі. Экстрем нүктесі минимум максимум. Иә, соны айттым ғой мен, макс минимумды. Оп-оңай. Ағай түсіндіңіз ба өзі естіпті? Сіздер ережені айтып беріп жатсыздар ғой, бірақ өздеріңіз содан не түсіндіңіздер жалпы? Оны айтып беріңіздер, мақұл, мен түсініп отырмын. Бірақ сіздер содан өздеріңіз не түсініп отырсыздар? Сандық нүкте дегеніміз жалпы қалай түсінесіздер? Мысалы, қарайық. Мына жерден бір бүйтіп бір функция жүре қойсын. Құрметті оқушылар, біздің әрбір сабағымыз записке басылады. Y тең бізде мына бір кез келген бір функция бола қойсын. Сандық нүкте дегеніміз, мына функция біздің бүйтіп келе жатты ма, сөйтеді мына жерден сынап, сөйтеді ол бағытын өзгертеді, короче. Келе жатыр, мына жерге келді, бағытын өзгертті былай қарай. Мына жерде былай қарай бағытын өзгертіп жатыр, көрдіңіздер ме? Келді да, мына жерден сынды біздің мына сәуле, былайша айтқанда физика пәнде терезеден өткен сәуле сынушы еді ғой. Сол сияқты бағытын өзгертеді. Бізде мына нүктелерді, былайша айтқанда, сандық нүкте деп атасақ болады. Себеп бұл келе жатады да, мына жүре тұрайыншы. Опа. Мына. Сөйтеді дағы мынау сынған жерден қарайық. Бізде мына x өсіне перпендикуляр түседі. Мына нүктеміз, мысалы x бір нүкте болса, сандық нүктесі болып саналады. Так, мына график қойайын. Мысалы, мына сынған жерден x өсіне перпендикуляр жүргізейін, 90 градуспен. Мына x2 нүктеміз сандық нүктеміз болады. Сол сияқты. Мынадан тіке түсіреміз. Мына жерде пайда болған үшінші нүкте бізде сандық нүктесі болып саналады екен. Көріп отырсыздар ма? Ертең осының барлығы 11 сыныпты бітірген кезде мемлекетке емтиханға келетін болады. Сол кезде естімедік, білмедік деп жүрмеңіздер. Енді осы сандық нүктелерді біз графигін сызбай-ақ бірден таба алады екенбіз. Мысалы, мынандай бір мысалды алайық. Так, бірінші мысал. Бізде мынандай бір функция беріле қойсын.
2x куб минус 15x квадрат плюс 36x минус 14. Осы функцияның экстремум, яғни экстрем нүктелерін тауып көрейік. Экстрем нүктелерін табу кезінде бірінші не істеуші еді? Туындысын алатынбыз, иә? Так, туындысын алғанда 6x квадрат минус 30x плюс 36 болады. Енді амалмен шығаратын болсақ, бізде осыны нөлге теңестіру керек. Так, 6-ға бөліп тастайық. X квадрат минус 7x плюс 6. Так, 2 мен 3. Артығанмен қойып. Так, бірінші түбіріміз кетек, екінші түбіріміз кетек. Екінші түбіріміз. Енді осы нүктелерді не істейміз? Есептің берілгенін апарып қоямыз. Екі нүктесін қойып, мына жерге қоямыз. 2 көбейту 2-ның кубы азайтылған көбейту 2-ның квадраты. Плюс 36 көбейтілген 2 азайтылған 14. Қанша болады? Мынаның жауабы? Арттағы балдар не істеп жүр тұрып? Сіздер түсіне алсын деп, мен сіздерге қосымша түсіндіріп уақыт бөліп жатырмын. Жоқ, егер керек емес десеңіздер, онда бастап есептен шығарайық онда. Ne aldı? Niye bu kadar sınırlı? 8, 16, 60 плюс 72. Артқанымен қойыңыздар, қазір ілей болмаса өшіріп тастаймын. 14. Туындысы, Так, 12 болады. Минус 2, 14 кетем. Келесі 3 деген нүктені қоямыз. 2 көбейту 3-тің кубы минус 15 көбейтілген 3-тің квадраты плюс 36 көбейтілген 3 азайтылған 14. Так, 27, 54 минус 90, 45, 135 плюс 90, 18, 108 минус 14. Так, бізде мына жерде қанша болады мына екеуі? Минус 27 болады екен, ә? Так, 27, 54-тен азайтылады, 27 болады. 13 кетен болды ма сонда? 13 кетен. Сонда? Сонда экстремум берілген функцияның экстремумдары бізде жерге жаза кетейін қызылмен. Сіздерді ар жақтан не қосылып тұр? Так, 13. Мынау экстремум нүктелер, я. Так, экстремумдары. Функцияның экстремумдары мынау. Экстремумдары. Ал енді экстремум нүктелері деген бар бұл жерде. Екеуі мағынасы екі түрлі екен. Экстремум нүктелері біздегі ол жаңағы мынау 2 мен 3 бар ма, осы экстремум нүктелері болады. Осыны көп шатасады. Экстремум нүктелері. Анау батырға оң сол бір деп айта береміз ғой, иә? Экстремум нүктелері қайсы десең, жаңа мананы айтып тұрады да көбісі. Ол емес не? Бізде экстрем нүктелер деген, яғни мынау туынды табылып, сол нөлге теңестіріліп табылған екі түбір бар ма? Мына екі түбір.
Осы екі түбірді біз экстрем нүктелер деп атайды дағыны. Ал функцияның экстремумдары дегеніміз осы табылған екі түбірді берілген функциядағы мына x-тардың орнына қойып мәнін тапқанда шыққан мәндері біздегі мынау мәндер. Яғни бұлар экстремумдары деп аталады. Осы екеуін мен сіздерге қолымнан келгенше ашып түсіндірейін десем, сіздер дұрыс тыңдамай жатсыздар да мені. Олап шулап. Енді қарайық, бұл жерде максимум минимум деген нәрсе бар еще. Ол не нәрсе екен? Қалай ажыратамыз максимум минимум нүктелерін? Кім айтады? Максимум минимум нүктелерін қалай ажыратамыз? Максимум минимум қалай жатасың? Айтса жауап бермесін немен болсын. Так, қарайық, есімізден шығып қалса, естеріңізге түсіре кетейін. Табылған екі түбіріміз бар ма? Яғни экстрем нүктелер. Осыларды x-тің бойына белгілейміз. X координаталық осінің бойына. Сөйтеміз дағына интервалға саламыз. Үштің жақ не болады? Не болады? Плюс болады ма? Интервалын айту нәрсе. Интервалға саламыз. Енді қарайық, мынау Плюс. Аха. үштің оң жағы плюс болады, минус болады деп интервалдар әдісіне салып шығарып өтіп қой еді мысалы. Мына жерден біз 4 деген санды аламыз деп, 4 деген санды аламыз. Не істеуші еді? Берілген функциядағы мына x-тардың орнына қойып есептейтініміз де соңында плюс сан шықса плюс, минус сан шықса минус деп алатынбыз. Жақсы, жарайды, оған келісемін. Енді одан да оңай жолы бар екен. Минус плюс. Енді осы таңбаны анықтаудың оңай жолы бар, сіздерге соны айта кетейін. Туындыдан біз берілген функциядан, мысалы мына функциядан туынды алдық қой, сол кезде бізде мынау шықты ғой. Мына функция. Енді осы таңбаны анықтау кезінде осы айнымалылардың үлкен дәрежесі бізде мынаның дәрежесі 1-ге тең, мынаның дәрежесі 2-ге тең ғой. Демек, мынау болып тұр. Ең үлкен айнымалы. Осы айнымалының алдындағы санның таңбасы плюс болса, мына жер. Сіз мына жерге плюс қоя саласыз бірден. Егер мына жеріңіз минус болса, Плюс, минус, плюс болады. мына жерге минус қоя саламыз ол кезде. Теңсіздік бар. Сосын интервалдар әдісінде тағы да бір айта кететін жағдай, біздің түбірлеріміз жұп рет қайталанса, екі жағы бірдей таңба қойылатын. Егер тағы рет қайталанса, таңбалар чередовой кете беретін. Не айтып өттіңдер? Сонда мына Мені плюс таңбасын, шектіктен екіге дейін. мына плюс Өседі. таңбасын анықтау үшін, туындының алдында коэффициентке қарай саласыздар болды. Енді сонда қарайық, плюс те өседі, минус та кемейді. Осы аралықты бізде мынаны максимум нүктесі деп атайды. Максимум 2. Міне, минуста. Мына минустан плюске кеткен мына нүктені бізде минимум деп атайды екен. X минимум 3. Үйге 48-де 10. Ал? 10. Нұрасына қойыңызшы. Ана қойыңызшы. Нанды. Ал, сау болыңдар, сабақ аяқталды болды. Так, үйге 48-де 18-ші есепті алыңыздар. 48-де 10-ші есеп. Үйге 48-де 10-ші есеп.